балаға қараған жақсы ғой ол. Бірақ та уақытымыз жоқ. Жұмыс істейміз, балалар оқиды. Балдарым қазір өсіп кетті. Негізі бір 10 көбісі мектепте болады. Үйде кезде балалармен болуға тырысам. Қанша уақыт екенін білмеймін, бірақ. Кешкі уақытта, иә? Кешкі уақытты сол жұмыстан кейін 5-6-дан кешкі сағат жатқанға дейін ғой, сол 9-10-ға дейін. 1-2 сағат, 2-3 сағат жұмыстан кейін. Аз деп ойламайсыз ба? Аз енді, бірақ қалған уақытты неде жұмыста боламыз ғой, жұмыс болғаннан кейін сол балаға аз уақыт бөлуге тура келеді. Конечно, большое воспитание ребенка – это важная роль же, поэтому большое внимание надо уделять. В основное воспитание это дается в доме. Родители должны дать, прививать все самое хорошее. Зависит не от количества времени, а от качества, поэтому без понятия. Я, например, уволилась, чтобы побольше заниматься ребенком. Мне хочется не упустить какие-то важные моменты и побольше проводить с ним времени. То есть у меня в приоритете сейчас ребенок, нежели работа. Үнемі уақытта болу керек бала. Өзім балаларыма үнемі уақыт бөлемін. Қараусыз қалдырмаймын. Енді примерно 8 сағат. Бұл күніне ма? Күніне. Иә, күніне. Кешке уақыт серуендейміз. Таңертеңгісін өздері сабақтарына дайындалады, кружоктарына барып келеді. Кешкі сағат обязательно 3 сағат серуендейміз. Қалған уақытта үйде баламен ойын ойнаймыз. 24 сағаттың 12 сағатын арнауға болады. Неге? Енді баламен жұмыс жақсырақ жүру керек негізі. Өйткені қазір көп естіп отырмыз ғой, балаға көңіл бөлінбесе өте қиындау. Сондықтан балаға барынша көңіл бөлу керек. Ол сағат деп бір бөлініс жасауды білмеймін, қалай болатынын. Барынша максималды түрде қанша уақытын бос балаға арнаған жақсырақ. 24-те 7 үйде отырғаннан кейін көп уақытымды балаларға бөлем. Күніне 24 сағат бөлу керек. Уақыт болатса ылғи да аудару керек. Неліктен? Енді әрине өсіп келе жатқан бала болса, оның жан-жағында қоршауында кіммен араласады, қайда барады, мектептен кейін қайда келеді, соның бәрін көңіл бөліп қарау керек. 24-те 7. Егер баланың жасына байланысты, егер бала кіші жаста болса, онда анасы күндіз-түні 24-те 7 қасында болу керек. Ал егер бала орта жаста болса, онда көбірек әкесі көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Тұрғаннан бастап кешке дейін болу керек қой, енді біз жұмыс істейміз, негізі сол жұмыстың арасында да уақыт